Mine politsiya қызметкерлері келді, сержан. Мән жайды көрді. Айтсам сенбейді. Неше жылдан бері айдап, есікті алмық тарамын. Жүру мүмкін емес тіптен, боқтан. Боқ. Бір перма сиырдан көп тіптен. 6 перманы сиыр жататын үш жерге. Есік порчканы ашу мүмкін емес. Естеміз көреген сонда. Айдасан кетпейді. Осы мән жай. Анау інімнің үйі ана жерде. Машиналардың талай рет сүріп кетті. Сүзіп кетті сиырлар. Әркім қораларда қамып ұстасын да сиырды. Ұстамасын деп атқан жоқпын. Қораларда қамып ұстасын. Мынау масқара ғой мынау. Бұл мал ештемені білмейді. Үш жерге келеді күнде шаңалақ қылып. Еге болу керек қой егелері. Менің үйім мынау міне. Тіпті порчканы аша алмай қалдық тіптен. Келіп тұрған дежурство машина. Нөл жеті 11. Регион Қызылорда. Бәле салт десең салт дейді. Не істеміз керген сонда? Ағайындар, қараңдар енді. Талай рет ескерттім мен, түсінбейді адам деген. Ол қош сау болдыр. Бір перманы сиыртым. Көрдің бе? Бұл азы қайда. Шамалдан кейін жиналады қазір. Таза набоз болды ма? Мал қора болды. Таза жыды емес, мал қора жыды болды. Бұлай айтсаң, бұлай түсінбейді. Есік алдына кіріп шығу мүмкін емес, мынан қара. Есіктен мына асфальт. Асфальттан бұлай қарай кіріп. Мына менің дарбазам. Боқ кешіп жатыр, боқ. Жаңбыр жауғанда вообще басқа болады. Кімден көрдің бұндай нәрсе? Ал, достар, аяқтаймын телефонды.